Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмі өте керемет, ерекше тағам жасаймыз. Бұл тағамда кей жерлерде ұн қуырдақ дейді, бізде бұны шөлдір демдеме дейміз. Ендеше видеоның соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бір пиалаға тұзды суымыз дайындап алып, бір жұмыртқамызды саламыз да үстінен електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Қамырымызды жұмсақ қылмаймыз, сәл қаттылау етіп илейміз. Елеп болғаннан кейін қамырымыздың бетін жауып демалдырып қоямыз. Сол уақыт аралықта енді қамырымыз дайын болғанша тағамызға қажет көкөністеріміз осылай турап дайындап аламыз. 2 пияз, одан кейін 4-5 картоп, ет қалауларыңызша. Етті осылай мен ұзынша және де жұқа етіп кесіп шықтым, өйткені тезірек піссін деген мақсатпен солай жасап қойдым. Енді қазанымыздың астын қыздырып, майымызды құямыз. Майды көбірек етіп құя беріңіздер, сонда қамырларыңыз әдемі болып піседі. Енді майымыз қызғаннан кейін қазір етімізді саламыз. Мінекей етті салып болғаннан кейін 3-4 минут бойы қуырып болған соң үстіне қазір еттің үстіне пияз қосамыз. Пиязды да әдемілеп ет пен пиязды қуырамыз. Одан кейін үстіне картоп қосамыз. Картопты да 2-3 минут бойы қуырып алып, үстіне су құямыз. Суды көп қоспаймыз, осы ет пен картоптың бетін жауып тұрса болды. Және аздап жарты ас қасық томат қосып жесеңіздер болды. Мінекей қайнағанша қойып қоямыз. Енді қамырымыз мінекей дайын болып қалды. Осы қамырды қазір кәдімгі қамыр жайғанда етіп жайып аламыз. Қатты қалың болмау керек және де жұқа болмау керек. Мінекей осылай жайып алғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңызға қарай ыңғайлы етіп кесіп аламыз да. Қамырымызды дәл осылай кесіп шығамыз. Мінекей қатты жуан болмау керек. Осылай сәл жіңішке етіп кесіп шығамыз және де қатты ұзын болып қалмау керек. Сәл қысқалау етіп кесіп шығамыз. Мінекей енді бұл жерде картопымыз, етіміз пісіп дайын болып қалды. Тұзды сеуді ұмытпаңыздар. Қамырды дәл осылай видеода да орналастырып аламыз. Бірін үстіне бірін әдемілеп жұқа етіп жайып шығамыз. Одан кейін бетін жапқаннан кейін 4-5 минут асты қатты болу керек. Сонда осылай қамырларыңыз мінекей осылай араластырып жібереміз 4-5 минуттан кейін. Одан кейін мінекей бетін жауып қамырымыз піскенше қойып қоямыз. Мінекей осындай болып шықты. Менде картоп сәл ұзақ болып тұрып қалғандықтан езіліп шықты, бірақ тағамымыз өте дәмді болып шықты. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.